Бүгін мәселе адамдардың аз оқуында емес. Мәселе адамдар бәріне тым тез сеніп қалады. Бір пост, бір видео, бір тақырып, сосын адам ашуланады, қорқады, немесе жек көре бастайды. Бірақ Құран 1400 жыл бұрын ақ айтқан: сендерге хабар келсе, тексеріңдер. Исламда сауаттылық тек кітап оқу емес, ол ақпаратты тексеру, ойлану, өтірік тартпау, интернетте де әділ болу. Бүгін бір ғана клик өтірікті бүкіл әлемге таратылады. Бірақ бір адал адам да сол өтірікті тоқтата алады. Табайун, ақпаратты тексеру, қазір бұрынғыдан да маңызды.